Қазақстанда қазіргі су қоймалардың 81% тәуелсіздікке дейін салынған, яғни өте ескі. Алғашқы су қоймалары тіпті бір ғасырдан астам уақыт бұрын бой көтерген. Осы және өзге де мәлімдемелерді Тоқаев ассамблея отырысында айтыпты. Біз әдеттегідей Тоқаевтың сөзін тексеріп көрдік. Су және ирригация министрлігінің мәліметінше, Қазақстандағы 461 бөгеттің 101-і 1950-70 жылдары салынған. Бұл 21% ғана, ал басым бөлігі, яғни 48% 1970-90 жылдарға тиесілі. Сонда шамамен 70%-ға жуығы 90 жылға дейін салынған, яғни көбі ескірген, тозған, кейбірі тіпті жиналған суды ұстай алмауы мүмкін. Қазіргі күні Қазақстанда 405 су қоймасы бар. Сол су қоймалардың 33% 1950-70 жылдары, 48% 70-90 жылдары тұрғызылған, яғни 81% су қоймасы тәуелсіздікке дейін салынған. Мұхит не теңізсіз ақ қар мен жаңбырлы суын ұстай алмай отырмыз. Ал ең ескілері 1910 жылы Алматы облысы Ащыбұлақ пен Тереңқара өңірлерінде салынған. Бір ғасыр болған су қоймасынан не сұрайсың билік? Жыл сайын түрлі шенділер уәде береді, алайда көп аяқсыз қалып биылғыдай жағдайға жеткізіп отыр. Бір-бірден айтайық. 2014 жылы сол кездегі су ресурстар комитеті төрағасының орынбасары Болат Бекнияз 2020 жылға қарай 20 су қоймасы салынады деді. Алайда 2020 жылы тек бір ғана су қоймасының және бір ғана бөгеннің құрылысы аяқталған. 2016 жылы тағы да жаңа 20 су қоймасы салынады деді. Елімізде 2 жылдан кейін 20 су қоймасының құрылысы қолға алынады. Бұл жұмыс мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге асады. Сол жылы 2 су қоймасы және 1 бөгет пен 9 бөген салынған. 2017 жылы ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары Қайрат Айтуғанов 2021 жылға қарай 22 су қоймасы салынады деп уәде берді. Елімізде 2021 жылға дейін 22 жаңа су қоймасы салынады. Бұл туралы үкімет отырысында ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары Қайрат Айтуғанов мәлімдеді. Бірақ 2021 жылы бір ғана су қоймасы тұрғызылған. Тәуелсіздік алған уақыттан бастап 16 су қоймасы, 27 бөгет және 36 бөген салынған. 30 жылда 30 су қоймасын сала алмау деген ұят дүние. Су тасқынына кімдер кінәлі? Су қоймасын салуға құлықсыз билік, жемқорлық әлде басқа ма? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп, каналға тіркеліңіз, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.